Сәлеметсіздер ме екінші сынып оқушылары? Біз әдебиет сабағын бастаймыз. Қоршаған орта. Тақырыбы ағашқа күтім жасаймын. Сабақтың мақсаты сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден тауып, ақпаратты берілген үлгіге салу. Ағаштар туралы. Ағаш сабақтары мен тамырлары сүректеніп біткен. Өте жақсы жетілген діні бар. Биіктігі 2 метрден кем болмайтын көп жылдық өсімдіктер. Қазақстанда өсетін ағаштардың ең биігі 50 метрден аспайды. Жазушы Алмабектің ағаштары туралы не дейді екен? Оқып көрейік. Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланды» деген мәтіннің жалғасын төмендегі сілтеме бойынша тыңда. Тыңдау барысында төмендегі сұрақтарға жауап іздей отырып, мәтін мазмұнын есіңде сақта. Бірінші. Алмабек жолдастарымен қайда келді? Ауа райы қалай өзгерді? Алмабек орманға неліктен барды? Орманда қандай оқиға болды? Орман ағаштары Алмабекті не үшін жазалады? 78-ші беттегі мынау сурет қандай оқиғаға сәйкес келеді? Ауызша әңгімеле. Қалай ойлайсың? Алмабек уәдесінде тұрды ма? Мына ағашқа қараймыз. Мәтінге сүйеніп, ағаштың пайдасы туралы жаз. Басқа да анықтамалардан, ғаламтордан ізденіп, ағаштың жанындағы үлгіні толықтыр. Мысалы, жер бетіндегі барлық тіршілік иелері ауаны қажет етеді. Фотосинтез барысында ағаштар көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегіні шығарады. Оқушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Ағаштар ашуланбағанда не болатын еді? Оларыңызбен бөлісіңіздер. Үй тапсырмасы. Алмабекке ағаштарды қалай күту жайлы кеңестер бер. Төмендегі кестені толықтыр. Бірінші кестедегі мерзіміне қарай уақытылы суарып тұру қажет. Осылай екінші, үшінші, төртінші, бесінші кестелерді толтырып, үй жұмысын орындайсың. Назарларыңа рахмет.